Bismillah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Құдай барысқа денсаулық беріп, ынтымақ беріп, өмірі сүзін болсын, дайымыра жақсылықтың ішінде жүріп. Мен бұл жерге келдім, бірақ бір емен бар да, мындай десем, кейін ашылып қалған бұл емес клиника. Себебі мен еркек екі балам бар болды. Бар. Bir balam 77 жылқы 24'te қаза болып қалды. Психика бойынша. Германияда 3 жыл оқып, келіп яқты ұрып қалды. Ал баламды ұшындай емелерге апарып, Қазақстанға да апардым. Еме Бішкектің барына апардым. Ал балам жардам бербек. Ал балам военный училище бітіп, 2 ай іштеп, 24 жасында қаза болып қалды. Şu арман не? Бұл кеш ашылғанын арман қылып жатыр. Екінші балам 75-ші жылқы болды. Армияға барды. Армиядан bir жыл служит етіп келіп, алда психика болып ұрып қалды. 93-ші жылдан бері психбольницаға апарам, 2 ай жатқызам. Қайры үйге алып келем, үшінті өле жүрдім. Азыр балам 48 жаста. Бұрын советскийде жатшы. Азыр орысы күчөп, больницадан дарылап, емет жардам берген жоқ, оры күчөп, азыр кемінде жатат. Ошон үчүн арманым ошол кеч ашкан клиника, кеч болмады. Мен балам азыр мурун акылдуу, укмуш, тилдүү балам бар азыр. 48'de умный. Любой вопроска. Бирок кийинки 2 жылда грубый болуп, эшикке чыгып, каңгырып кеттим. Ары кийимдерди чогултуп кетип, мени тиле албай, ошонун азабынан мен азыр өзүм орукчал болуп калдым. 5 жыл анын эме бүт ошо балам деп жүрүп, эми өзүм орукчал болуп калдым. Муну ушу клиниканы арман кылып атам да, мурун эмнеге ачылган жок деп. Ошондой мен көп жерге бардым. Казакстанга да бардым. Кыргызстандын баарына бардым. 2 балам. Ушинтип менин келиним жок. Келин жумшаган жокмун, балдарым. Bir жаңгыз кызым бар. Ал турмушта Кудайга шүгүр. Өзүм жаңгызмын азыр. 3 баланы өзүм чоңойттум. Ошон үчүн арман кылам ушу клиника кеч ачылып калганына.